15 минутта ашытқысыз шелпек және де бауырсақ жасауға болатынын білесіз бе? Дәл осы әдісті пайдаланып көріңіздер, жұмсақ әрі дәмді болып шығады. Ең бірінші бізге айран қажет. Мен осындай дүкеннің Петропавлский 2,5% айранын қолдандым. 2 кесе толтырып құясыздар, яғни 500 мг болады. Өте қою, жақсы айран екен. Енді ас содасынан 1 шай қас қосып, жақсылап араластырамыз. Кішкене көпіршиді, тұз, қант, жұмыртқа, сұйық май қосып, жақсылап араластырып, електен өткізілген ұнды салып, қолмен қамырды илейміз. Қаттық тастай болып қалмасын, жұмсақтау қамыр болғаны дұрыс. Бетін жауып 10 минутқа тындырып қоямыз. Мен сіздерге сапалы Петропавлский өнімдерін қолдануды кеңес беремін. 10 минуттан кейін қамырымыз осылай тынып тұрады. Оны тура 2 бөлікке бөліп алып, 7-еуін шелпек қылып, қалғанын осылай 4 бұрышты етіп бауырсақ жасадым. 7 шелпекті де алдын ала осылай жайып дайындап аламыз. Қызып тұрған майымызға бауырсақтарымызды салып, орташа отта 2 жағын қызартып пісіріп аламыз. Қыздар өте оңай піседі, әрі дәмі де күшті болып шығады. Шелпектерді қараңыз, үрленіп, әдемі болып піседі. Қыздар осы әдіспен жасап көріңіздер, 15 минутта дайын болады. Рецебті ұнаса лайк басып, парақшама тіркеліп, жақындарыңызбен бөлісіп қойыңыздар.